Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін шиеден компот жасаудың ең оңай жолымен бөлісетін боламын. Мүмкін білетін де боларсыздар, бірақ білмеген болсаңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен шиелерімізді жақсап жуып аламыз. Банкаларымызды алдын ала жуып, осылай буға 5-6 минут булап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, шиелерімізді үлкен кесемен 1,5 кесе банкаларымызға салып шығамыз. Жемістеріміз молырақ болса, компотымыз да дәмдірек болып шығады. Мінекей банкаларымыздың барлығына жемістерімізді салып шықтық. Мендегі банкаларым 3 литрлік банкалар. Енді әр банкаларымызға 300 граммнан қант саламыз. Менің стаканымның мөлшері 150 грамм, сондықтан 2 стаканнан қант салдым. Алдын ала үлкен ыдысымызға суымызды қайнатып аламыз. Енді алдын ала дайындап қойған банкаларымызға қайнап тұрған суымызды құямыз. Мен үнемі осылай жасаймын. Ішіндегі шиелері де қысқа дейін өзінің формасын ұстайды, және де ешқандай жұмсарып, былжырап кетпейді. Өте дәмді компот болады. Алғашқыда суы осылай ақшыл болып тұрғанымен, компот толықтай суығаннан кейін қып-қызыл болып шыға келеді. Мен алдын ала ыстық суда қақпақтарын қайнатып, алдымен және де банкаларымыздың аузын закрывашкамен жауып аламыз. Міндетті түрде осылай компот жасаңыздар. Крышкасын жауып, ары-бері ішіндегі қантты толықтай ерігенше қозғайтын боламыз. Мінекей қысқа компотымыз дайын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп қойыңыздар.